Құрметті ағайындар, жақында Ордабасы ауданы Көктөбе елді мекенінде үлкен қайғыға душар болдық. Себебі осы ауылымыздың үлкені 95 жасқа келген жеңгеміз дүниеден өтті деп естідік. Дүниеден өтті деп естіген кезде қайғырмаған адам қалмады. Себебі бұл жеңгеміздің сол колхоз кезінде істеген еңбектері, көрген қиыншылықтары бәрі еске түсіп, қабырғамыз қайысты. Себебі мен өзім сол 7-8 жасар кезімізде, колхоздың кезінде ол кісілер Әкөшке айдайды, мен аттың үстіне мінгізіп қояды. Сол жаңғырайық жаланбаспыз, ол кісілерде сол қиналып жүрсе де, сол азаннан кешке шейін сол аттың Әкөшке айдап күлтібатыр салып жүрді. Сөнекен 4 ат қосып, ауылдың жерлерін айдайды, жүгере еді. Ал енді түсте әбетке шыққан кезде, мақта шабық кезінде Тәстенбек жәкем бригадир еді. Ол кісі алдыменен сол жеңгемді жұмысқа шығарады. Алдымен барып, сол ненің поляның басында кетпенін алып, сояқта жүретін ол кісі. Ең соңында қайтады. Тағы да түсте келген кезде ауылдың жүгерісін сол әйелді ұйымдастырып, ауылдың жүгерісін шабығын шауып кететін. Ал енді осы жеңгеміз сол жұмыс істеп жүріп, өзі Тәстенбек жәкем бригадир еді. Бригадир болып жүріп, Тәстенбек жәкемде мінез жақсы адам еді жарықты. Ол кісіні сыйламайтын адам жоқ. Біз атын қашып кетсе, жаңғырияқ жүріп, жердің бәрі тікен, сонда да атын ұстап әкеп беріп тұратынбыз. Сол кездегі біз байқайтынымыз, жәкем рахмет деп сөзін айтатын еді. Сондықтан айтайын дегенім, құрметті ағайындар, құда жер жаттар, осы барлығы мынау жеңгеміздің жатқан жері жайлы, топырақ торға болсын. Артында қалған ұрпақтарына, немере шөберелеріне Құдай өмір беріп, сол кісінің жасын берсін. Тәстенбек жәкемдердің жұмысын берсін. Не айтамыз? Осы кісінің жасы бәрімізге жұғысты болсын. Жатқан жер топырақ торға болсын. Мынау әулетіміздегі ең үлкен қариямыз Ұрқия апамыз дүниеден өтіп, артына қалдырған ұрпақтары мінекей 2 ұлы, 2 ұлдан тараған немерелері барлығы өз алдарында отан елдері болып жұмыстарын жасап жатыр. Ұрқия жеңгеміз енді осы күнге дейін таза адал ауылда еңбеккер болып өткен кіші. Өзіміздің біз естіп жүргені осы
Сақбоздың мақта шаруашылығында істеп, аса үздік көрсетіп, еңбектерменен осы үйдің артындағы замандарда сушы болып істеген ол кісі сонда 42 центнерге дейін мақтадан өнім берген. Ал енді мынау түнгі кездерде борып жүргенде басқа да шаруалар болса, сол жеңшемдер, сол Қатира жеңшем деген жеңшеміз бар екеуі. Үзбей жаңағы сол жұмыстың басында болатын, түнгі 2-3-ке дейін. Сол еңбектің арқасында мінекей балаларды Құда қаласа ұлдарды ұяға, қыздарды қияға қондырып, осынша Құдайдың берген жасын жасап, 95 жас деген оңай емес, 95 жасқа келіп дүниеден озды. Ал енді соның енді баласы, үлкен баласы Махамбетәлі, кейінгі баласы Құрменәлі, осы балдардың да қанша немерелерін сүйіп, оларды жақсы жолға тәрбиелеп, мәпелеп өсіп кетті. Енді Құдай осы балаларына, немерелеріне, ағайын туысқандарына Алла өмірін берсін. Ол кісінің жатқан жері жәннаттан болсын, топырағы торқой болсын. Алладан рахмат, пайғамбардан шапағат. Ол кісіге жасап атқан дұға тілектеріміз қабыл болып, әрқашанда жеңгеміздің жаны жәннаттан болсын. Амин. Бүгін мына енемнің қайтқанына да 40 күн болып қапты. Соның міне несіне астына келіп отырсыздар. Мынау енем менен атам балаларды өздері сәл кештеуге көрді. Алдыңғы балалары тұрған жоқ. Соның кейін осы 2 бала, 1 қызды көріп еді. 1 қыз да дүниеден қайтып кетті. 2 бала қалды. Мына 2 бала өздеріңізге таныс, елдің қадірлі, көрікті, инабатты азаматтары, келіндер де солай халыққа қызмет істеп атқан балалар. Оны жақсы білесіздер, жақсы танисыздар. Мынау атам манан енем өте елге сыйлы, ағайынның ортасында қадірлі, айтқан сөздерінің бәрі құлаққа қонымды, ағайын туысқанға жағымды еді. Жақсы кісілер еді. Ол кісілердің жаңағы 93-ке келді деп отырмыз ғой енемді. 93-ке келсе де бізге енді Алланың қолындағы нәрсе әлі жүре бергенде болатын еді. Мысал үшін өз басым бір жақтан келсем, бұл айналайын шырағым, жаным деп бетімнен сүйіп, маңлайымнан сипағанның өзі маған өте қуат еді. Ол кісі кеткеннен кейін мен қартайғанымды енді біліп қалдым. Ол кісі бар уақытта мен жас сияқты едім. Жас құсап жүруші едім. Міне енді қартайған кезде бізге де келіп қалғанын енді түсініп, енді біліп қалдым. Мына 2 баланың жақсылығының арқасында, Құдайдың арқасы бірінші, екінші осы 2 баланың жақсылығының, келіндердің жақсылығының арқасында енем осы 93 жасқа жеткен шығар Алла Тағала. Мына енемнің жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, ішкені каусардың суы болсын. Құрметті көпшілік, бүгін апамыздың дүниеден озғанына 40 күн толып отыр. Апамның жатқан жері жәннаты, топырағы торқа болсын. Мына апам 100 жылда бір келетін кісі, аузынан айналайын түспейтін. Енді мынау артында қалған ұл қыздары, немерелері, шөберелері тек қана жақсылық көрсін. Тек той
күндей болып қапты. Апам менің қасымда, жанымда жүрген адам сияқты болып тұрады барлық уақытта елесі. Мен қайда жүрсем де, қай жерде болсам да, апам маған жақсы тілеуін тілеп, білген ақылдарын айтып, істей алмағанымды үйретіп, өткен кеткен әңгіменің бәрін маған әңгімелеп, қай жерде қандай болатын нәрселердің барлығын үйретіп отырушы еді. Менің осы күнге жеткенім сол апамның арқасы. Өйткені менің бала шағамның бәрін апам бағып, қағып, мені еш жұмыстан да, қандай іс-сапарларға баратын болсам да, содан да қалдырмай, маған үнемі қамқоршылық жасап отыратын. Мен апамды еш уақытта да ұмытпаймын. Апамның маған деген сіңірген еңбегі өте көп. Тек қайтыс болған кезде жаңа жанында боламадым. Өйткені өзінің ұсынысы бойынша Түркияға кеткен едім. Сол жерде ести салып, міне келгенменен, өзім көзімменен көрмегеннен кейін, Нұхлы Осидің бір жеріне шығып қалама деп ойлап отырам. Апамның жатқан жері жанатта болсын, Алланың нұры жаусын апама, апам жатқан жері пейіштен орын алсын. Ең болмаса ауырып, бір-екі күн жатқанда өзім жетер едім ғой деп ойлаймын. Менің ең арманым сол болып қалды. Кенже ұлың едім ана жан еркең, тоймаушы едім мейіріңе бөленсем, дәл сол күні асығыстау шығып ем, күнделікті жұмысыма таңертең. Шөбереңді шаттандырып жетегің, бесігіне бөлек көрпе төседің, бірақ сол күн сезбеппін-ау, анашым, сенің соңғы нұрлы таңың екенін. Ия солай болды анашым сол күні, түкке тұрмас мына дүние молдығы, өкінген мен нешара бар мен үшін, анасыз таңның бәрі ендігі. Сыйлаушы еді қадіріңді ел біліп, шаршамадың, шалдықпадың бел бүгіп, ұясына батқан соң күн қызарып, сен де мәңгі ұйықтап кеттің көз жұмып. Шуағыңа жүруші едік жылынып, орның қалдау жан анашым білініп, үйде жүріп сезуші едің алыстан, қапылыста қалсақ егер сүрініп. Адам таза еңбегіңмен төрледің, көшке қосып қос ұлыңды теңдедің, көңілімізге біздің медет болып тұр, өсіп өнген ұрпағыңды көргенің. Ұл қыздарың екі ұлыңнан тараған, өзің берген тәрбиеден нәр алған, қабыл болып Құран дұға оқылған, жатқан жерің жәннат.